Қайырлы күн достар, сіздермен өте дәмді тағамның рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Алдымен тауықтың төс етін үлкенірек соломка етіп тураймыз. Ет кішкене мұздатылған болса, турауға өте оңай болады. Шампиньондарды жақсылап жуып, екіге бөліп, жұқа етіп тураймыз. Видеода көрсетілгендей етіп, пиязды тураймыз. Сарымсақтарды майдалап тураймыз. Достар, каналыма тіркеліп алыңыздар. Өте дәмді әрі ерекше болып шығатын тағамдардың рецептері бар. Қазақша контентті қолдап кетіңіздер. Қызып тұрған табаға кішкене сұйық май құйып, туралған сарымсақтарды салып, артынша туралған тауықтың төс етін салып, жақсылап қуырамыз. Қатты отта араластырып отырып, шамамен 10 минуттай қуырған соң үстіне туралған шампиньондарды салып, тағы да қуырамыз. Дәміне қарай кішкене тұз салып, араластырып отырып, қатты отта суы тартылғанша қуырып аламыз. Суы тартылды, енді үстіне туралған пиязды қосып, орташа отта араластырамыз, қақпағын жауып, шамамен 10 минуттай пісіреміз. Қалауларыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Қара бұрыш, ұнтақталған чеснок, хмель сунели немесе прованские травы деген сияқты. Кішкене ғана қайнаған суды құйып, қақпағын жауып, жай отта шамамен 15 минуттай пісіреміз. Суды көп құймаңыздар. Енді қаймақ пен сливкиді салып, жақсылап араластырып, қақпағын жауып, өте жай отта 5 минуттай пісіреміз. Міне достар, тамағымыз дайын болды. Гарниріне күріш пісірдім. Күріш қалай шашылып тұратындай етіп пісірудің жолын білемін. Қазір экранға сілтемесі шығады, сол арқылы қарап алсаңыздар болады. Тамағымыз өте дәмді болып шығады. Сондай сочный болып, міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздермен болған Назым. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып қойыңыздар. Сіздерге көп рахмет. Ас болсын.